Bismillah, assalamu alaikum, армысыздар ағайын, алдарыңызда дәрігер Рамазан жарқын күні. 7 март бүгін Габриэль доктор дүниежүзілік денсаулық ұйымының бас меңгерушісі сондай үндеу жариялап әлем халықтарын, әлем елдерін бұл Қытайдағы осы жаңа типтегі коронавирустың алдын алу шараларын одан әрмен жалғастыру туралы сондай бір үндеу шақыруға шақырды. Себебі осыдан біраз уақыт бұрын сондай жалпы бір түсінік осындай бір сөз аңыз тарады ел арасында, яғни күн жылыса бұл індет өзінен жоғалып кетеді деген. Соған қатысты оның өзінен жоғалып кететіні немесе жаңағы вирустың таралу, жұғымдалу қабілетінің төмендеп кететіні туралы қазірге дейін ешқандай оған дәлел жоқ. Сондықтан осы үндеу жарияланды. Біз осы тақырып жөнінде кеше, яғни 6 наурыз күні осы Қытай вирусының аяқталуындағы 3 түрлі болатын мүмкіндікті айтқан болатынбыз. Яғни бұл біздің логикалық тұжырымымыздың жалпысы дұрыс бағытта екендігін одан ары дәлелдеді. Енді жалпысы осы індетті алдын алуда әртүрлі дезинфекциялық шаралар айтылып жатыр. Енді соған бүгін иншалла нақтылы қалай істегенде дұрыс дезинфекциялық шараларын қолданып, бұл вирусты дұрыс өлтіріп немесе азайтып, тежеп, бұл індеттің алдын алуға болатындығы туралы тоқталамыз. Мысалға, алдын алу шараларында дезинфекциялық заттарға тоқталатын болсақ, бірінші базарда көбінесе сатылып жатқан осы вирусқа, осы індетке байланысты дезинфекциялық заттар, біріншісі 75%-ық спирт, оның негізгі құрамы этил болып табылады. Одан кейін екіншісі натрий гидрохлориді деген сондай бір химиялық қосылыс. Одан кейін үшіншісі гидрохлорлы қышқыл сулары, одан кейін хлор қос тотығы сияқты осы заттар жаңағы семиялық жағдайларда, одан кейін сол семиялық орталарда көп істетілетін дезинфекциялық заттар болып табылады. Ал енді соның біріншісі этил спирті, 75%-ық спиртке тоқталатын болсақ, 75% спирт, осы қойлықтағы спирт жалпысы бактерияларды, вирустарды, одан кейін грибок, сол сияқты микроорганизмдарды өлтіруде, дезинфекциялауда өзіндік құны жоғары, осы көп қолданылатын зат болып табылады. Енді бұның жаңағы бактерияларды немесе вирустарды өлтіру қағидасына, принципіне келетін болсақ, әдетте осы бактериялардың сыртында өзінің жаңағыдай перделері болады, қоршап тұрған. Оның сырттың көбінесе қосылыстар, жаңағыдай әртүрлі белоктар, одан кейін оның ішкі бөлімінде су болады. Жаңағы вируста болса, сыртында көбінесе қабықтар болады, ішінде тұқым қуалайтын заттар су, яғни RNA деген сияқты заттар болады. Ал енді бұл принципіне келетін болсақ, мысалға су әдетте қоюлығы төмен жақтан қоюлығы жоғары жаққа қарай кіретін сондай қасиеті бар. Ал енді жаңағы спирт, осы жаңағы бактерия немесе вирус осы спирттің ортасында қалған кезде ішіндегі суы, яғни төмен қоюлықтан жоғары қоюлықтан төмен қоюлыққа қарай кетіп қалады дағы. Сонымен бұл сусызданып кетеді жаңағы бактерияның ішкі жағы. Сондықтан сусызданып, бұл өзінің жаңағы тұқым қуалайтын заттары өледі сусызданғаннан кейін, содан кейін оның жаңағы жұғымдалу қасиетінен айырылады. Сосын барып дезинфекциялау жаңағындай қабілетіне жетуге болады. Ал жаңағы екінші бір тұсы, сол бактерия мен вируста сыртында жаңағы перделер болады десек, әртүрлі белоктар. Ол белоктар мысалға осының жаңағы зат алмасу барысында жаңағы микроорганизмдерде өзіндік активті заттарға өзгеру барысында бұл белоктардың атқаратын рөлі өте зор. Ал енді жаңағы спирт осы заттардың активтік ролын төмендетеді немесе жойып тастайды. Сондықтан бұның өзінің активтік ролын атқарғаннан кейін бұл жерде өзінің жаңағы нақтылы ары қарай процесс жүрмей қалып, тағы да сол дезинфекциялау мақсатына жету келеді. Одан үшіншісі тағы сыртында бір майлы фосфорлы бір қабаттары болады, соны ертіп жібереді жаңағы спирт. Осы үш нәтижесінде дезинфекциялау мақсатына жетеді. Жалпы принцип осылай. Ал енді 75%-дан жоғары немесе 95%-ық спирттер осы
мақсатқа жете ала ма немесе қоюлығы жоғары болған сайын дезинфекциялағыштар күшейе ма десек, ол керісінше күшеймей, әрине күшейеді деп айтылады, бірақ күшейгенде ол жаңағы процесстер тез жүріп кетеді, яғни тез сусызданып кетеді дағы, белок сыртындағы қоршап тұрған қатайып қалады дағы, ол керісінше жаңағы спирттің сол бактерия немесе вирустың ішіне кіруіне кедергі келтіреді дағы, толық өлуін тосып қояды. Сондықтан көбінесе 70-80% аралығындағы спирт қоюлығы сол аралықта болса, әдетте 75% сол ең жақсы қоюлықтағы дезинфекциялағыш болып табылады. Енді бұл спирт істеткенде, мысалға, көбінесе қолды дезинфекциялауға болады. Біреулер бұны сеуіп істетеміз деп ойлайды. Енді сеуіп істеткен жағдайда ол жаңағыдай бөлменің ішінде олай көп сеуге болмайды. Өйткені ол спирт ауада қоюлығы артатын болса, биттей от көрсе немесе жаңағындай тыныш электроликалық жаңағындай құбылыстың әсерінде бұл жарылып от пайда болуы мүмкін, немесе жарылыс пайда болуы мүмкін. Бұл өте қауіпті. Сондықтан егер сеппесем болмай үстіме себуім керек деген сондай ой бар адамдар сыртта кең орында солай сыртына денесіне жаңағы киімге біраз сеуіп, содан кейін ол жаңағы 10 минуттан кейін өзі ауаға ұшып кетеді, содан кейін барып үйге кіріп солай жасауға болады. Ал енді жаңағы қолға себуден гөрі бұны жаңағыдай мақтаға шыланған мақта болса, сол спиртке немесе жаңағыдай мақтаға сондай спиртке шыланған жаңағыдай кейбір шүперек сияқты сондай заттардың дайын түрлері бар, соны қолға жаңағыдай сүркеу керек. Жалпы сұйық түрінде сүркеп солай істеткен әлдеқайда абзал болады сепкеннен гөрі. Одан кейін бұны тағы бір көңіл бөлетін жағы, тағы істетілетін орындары, жаңағы көзілдіріктің әйнектерін сүртуге болады солай. Одан кейін жаңағы қазір мысалға интернетпен жаңағы ноутбукпен жұмыс жасайтын адамдар көп әрине. Сондықтан ноутбуктың тақталарын солай тазалауға болады, жаңағы спиртке шыланған шүперектер арқылы немесе мақталар арқылы әрбір бұрыштарын солай тазалап, солай тазалық жүргізуге, дезинфекциялық мақсатқа жету келеді. Ал енді бұл әртүрлі вирустарға, көп санда вирустар, бактериялар, грибок дедік, соның барлығын өлтіріп, алдын алып, жаңағы вирустың немесе микроорганизмнің жұғымдалу қабілетін төмендетеді. Дегенмен де вирус деген болады, сосын жаңағындай әртүрлі ішектің вирустары, одан кейін жаңағы дөңгелек пішіндес вирустарға бұл осы спирттің өлтіру қабілеті оларға төмен, әлсіз болады. Оған жаңағындай натрий гидрохлоридін істеткен абзал болады. Бұл біріншісі. Ал екіншісі енді натрий гидрохлориді ол көбінесе орталарды тазалауда немесе бөлменің ішін дезинфекциялауға істетіледі. Бұл әдетте сол базарда сатылатын түрі көбінесе 5%-ық қоюлықтағы болады. Бұны сол сатып алғаннан кейін 1-дің 100-ге қатынасы бойынша, яғни 100 үлес су қосу керек, таза су, суық су қосу керек, ыстық су болмайды. Өйткені ыстық су қосқан жағдайда оның химиялық құрамында өзгеріс пайда болып, оның дезинфекциялау қуаты әлсіреп кетеді. Сондықтан суық сумен солай араластыру керек. Содан кейін көбінесе сол қоюлықта мысалға 1-дің 100-ге қатынасы бойынша әдетте медициналық атаумен 500 ppm деген бір үлеске келеді. Соның орталарға дезинфекциялау әсері әлдеқайда жақсы болады. Көбінесе жерді сол қоюлықтағы дезинфекциялағышпен сүртуге болады. Сосын жаңағы есік тұтқаларын деген сияқты. Одан кейін жаңағы балалардың ойыншықтарында сол заттармен жаңағы қоюлықтағы дезинфекциялағышпен дезинфекциялауға болады. Ал енді бұл құрамында хлор болғандықтан, бұл хлор негізі тітіркендіргіш зат болып табылады. Сондықтан теріге тигізуден абайлау керек, көзге, сосын өте жоғары қоюлықтағы жаңағы ерітінді болса, ол күйдіріп кетуі мүмкін, теріні, көзді деген сияқты. Сондықтан ол жағынан абайлау керек. Одан кейін бұл күн сәулесі тисе, ол дырап кетеді, өзінің жаңағы химиялық құрамы өзгеріп кетеді. Сондықтан күн сәулесіне тигізуден сақтану керек. Сосын жаңағындай қараңғы орында сақтау керек деген сияқты. Одан кейін жаңағындай бұл металл сақталса, ол тағы сөздердегі химиялық реакциялар жүріп, құрамдарында өзгеріс болады, басқа заттар айналып кетеді. Сондықтан оны жаңағы көбінесе
әйнек стакан немесе жаңағындай пластмасса ыдыстарда солай сақтап солай істеткен дұрыс болады. Бұл екіншісі. Енді үшіншісі гидроклоридті қышқылды суы, оның да құрамында сол жаңағы хлор оттегі ионы тұзы бар. Ол да сол жаңағы екінші алдында айтқанға дезинфекциялағыш ролы екеуі жақын келеді. Бұны да сол жаңағындай ортада, кең ортада, үй бөлмесінде, жабылық сондай үй жағдайларында жоғарыдағы айтқан әдістер арқылы істетуге болады. Одан үшіншісі ультракүлгін сәулелі лампаларды сол бөлмелердің жағындай ішіне қойып, соны жағып қойып, бір 30 минут солай жасау арқылы дезинфекциялау мақсатына жетуге болады. Ал енді күннің нұрындағы ультракүлгін сәулесі жаңағы лампочкадағынан әлдеқайда әлсіз, дегенмен де сол киімді, көрпе жастықты, көп істетілетін жаңағы орамал, сол сияқты үйде істетілетін сол заттарды күн нұрына жаю арқылы да өзіндік дезинфекциялау мақсатына жетуге болады. Сосын тағы бірісі ыдыс аяқты қалай дезинфекциялау керек дегенде, жаңағы алдында айтқан ол қышқылдар, одан кейін бір тітіркендіргіш бар, күйдіргіш қасиеті бар. Сонымен қатар ол улы, оны мүлдем тұтыну жағындай тамаққа араластырып олай қолданған өте қауіпті екен. Нақтылы маман ретінде оны қышқылдығын өте төмен деңгейге түсіріп барып істетпесе, бұлай істеткен негізі қатерлі болады. Сондықтан үй жағдайында көбінесе ыдыстарды сол 100 градус суға қайнатып отырып солай дезинфекциялау жасау керек. Кем 10 минут 20 минут аралығында. Осы да бірталай жаңағы микроорганизмдердің, вирус, бактериялардың дезинфекциялау мақсатына жетуге болады. Бұл төртіншісі. Ал енді бір кісілер бізге сондай комментарий жазған екен, алдында осы дезинфекция баршаларын айтудан бұрын арақ ішіп осы спиртті қолдан жаққаннан гөрі, сыртқы істен гөрі ішімізге іше салсақ дезинфекция болмай ма деп. Біріншісі, бұл шариғат тұрғысынан арақтың 1 грамм болсын, 100 грамм болсын, 1 стакан болсын, 1 бөтелке болсын, бәрі харам. Шариғат тұрғысынан мұсылманға харам етілген нәрсе. Ал енді оның медициналық тұрғысынан айтатын болсақ, осы соңғы кездер осы биыл соңғы кездер осы Nature деген бүкіл әлемге танымал медициналық журнал бар, Америкада, ақш-та шығатын. Сол журналда ғалымдардың зерттеу нәтижелері арақтың адам денесіндегі қатерлікке шалдықтыратын тұстарын ашқан жаңағындай ғылыми зерттеу нәтижелері. Өйткені арақтың негізгі құрамы етил мысалға. Ал енді ол адам денесіне қабылданғаннан кейін ол құрамында өзгерістер болады. Яғни процедурадан өткеннен кейін, ол жерде өзгеріс процестерді, химиялық процестерден өткеннен кейін ол өзгеріске ұшырап, ол етилден сірке алдегид деген затқа айналады. Сол сірке алдегид адам денесінде жиналу арқылы ол DNA деңгейінде, адам яғни сол DNA деңгейінде клеткалардың DNA деңгейінде өзгеруіне әкеліп соғып, әртүрлі рак клеткаларын тудыратыны осы кезде солай анықталған. Бұрын айтатын жалпы ұғым сондай таралатыны жаңағындай халық арасында, адамдар арасында. Көбісі енді ол денсаулыққа зиянды белгілі ол жағын түсінеміз. Енді аз іште күніне 100 грамм немесе 10 грамм сол сияқты ішіп тұрса, ол пайдалы, қан тамырды кеңейтіп дейді. Бұның өзі де осы кезде медицинаның осы ғылыми зерттеу нәтижелері бұның бәрін жоққа шығарып, қазір жоққа шығарып отыр. Медицинада сол ақиқат ашылып жатыр қазір. Енді Алла тағала оны 1400 жыл бұрын айтып қойды, өзінің пайғамбар арқылы, Құранның өзінің кітабында да айтты. Біз енді мұсылман болса, соған сол қалай келді, солай сендік. Енді егер де ғылыми дәлел керек маған дейтін адамдардың көзі ашылатын кезде қазір жетті деп ойлаймыз. Енді бұл туралы алдағы уақытта иншалла нақтылы тәптіштеп тоқталатын боламыз. Осы арақтың харамдығы туралы медициналық дәлелдермен иншалла тоқталатын боламыз. Ағайын, жалпысы осы дезинфекциялау шарасын осылай істеткенде, дезинфекциялық заттарды өз орнында осылай тұтынған жағдайда бұл вирусты
ар түрлі вирус, бактерия болсын, осы микроорганизмдерді вақытылы дезинфекциялап, осы індеттің алдын алуға көмектеседі деген ойдамыз. Егер де видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыздар, көпшілікпен бөлісіңіздер. Білімді бөліссеңіздер көбейеді, дүниені бөлсеңіз азаяды. Осы қағиданы ұмытпайық. Ауырмаңыз ағайын, келесі эфирде кездескенше күн жақсы болғай.